Сәлеметсіздер ме? Бәрі өмір туралы арнасына қош келдіңіздер. Арсыздық және арсыз адамдар туралы дәйек сөздер. Тәкаппарлық екінші бақыт. Екінші бақыт онсыз да менмендік. Адамдарға жақсылық жасасаң, мейірімді адамдар оны бағалайды. Немқұрайлы адамдар оны ұмытады. Менмендер одан сайын менмен болады. Өзің қалаған нәрсені істеу үшін үлкен батылдыққа ие болыңыз. Көбінесе тек батылдық жеткіліксіз және арсыздықта керек болады. Сіздің қарапайымдылығыңыз көршінің менмендігін тудырады. Әдептілік бүгінде барған сайын бағаланып, арсыздықтың бағасы жоқ болып барады. Арсыздық екінші бақыт, ал аңғалдық бірінші бақыт. Алкоголь реакцияны әлсіретеді, бірақ менмендікті күшейтеді. Тәкаппарлық бұл ортанқолдықтың соңғы қаруы, өйткені оның басқа ештеңесі жоқ. Қабық арсыз болып, ал іші дірілдейді. Ең қауіпті адам өтірікші, ең қу сезім қызғаншақтық, ең жақсы әрекет кешіре білу, ең жақсы қорғаныс күлімсіреу. Жаман адам бақытқа кенелсе, бұл адамның ақыл ойы дұрыс болмаса, тойыну менмендік тудырады. Қорғаныс әлсіз болған жерде, арсыздық сол жерде. Байлық сараңдықты, арсыздықты тудырады. Кейбір адамдар бар, егер күнделікті тамақтандырса, арсыз болады. Егер біреуді басыңа шығуға рұқсат берсең, оның артынан бірден кезекке тұрады. Қарапайымдылық қарапайым болу керек. Тым көзге түсетін ұят, ойсыз арсыздық. Біздің дұшпандарымыздың абыройға батылдық танытуы арсыздық. Ақмақтықты пайдаланып біреудің шанасына отыру арсыздық. Жазасыздық шарасыз тәкаппарлықты тудырады. Тәкаппарлық әлсіздердің өз шектеулерін мойындамай, өмірден өтуге тырысатын көпірі. Әдептілік намыссыздыққа ең жақсы жауап, өйткені бұл оның орташа әрекеттерін бұзады. Неғұрлым қарапайым болса, намыссыз үшін өмір соғұрлым жақсы болады. Арсыздық айналадағы адамдарды жасанды түрде құнсыздандыру арқылы өз қадір қасиетін күштеп көтерудің құралы. Ешкімде қорланғандай намысқой болмайтыны, қорқақтық пен менмендіктің бір табиғатта жиі кездесетіні белгілі. Арсыздықтың шыңы қарапайымдылықтың төмені.
Батылдық пен дөрекілікті шатастырмаңыз. Оның бастауында да, нәтижесі бойынша да ұқсас ештеңе жоқ. Тәкаппар адамдар өздерінің кемшіліктері мен әлсіздіктерін көрсететін айна. Бір адал адам бүкіл ұжымға өзін лайықты деп санауға кедергі келтіреді. Арсыздық, мейірім мен даналықтың нағыз алыптармен соқтығысқанша өз күшіне сенімді. Темір ерік жігер, көбінесе темір арсыздықтың арқасына жасырынады. Арсыз адамдар біздің өміріміздегі шақырылмаған қонақтар. Олар шақырылған қонақтар тізімнен шығарылуы керек. Арсыздықты жиі кездестіресің, себебі ол жиі қарсы жолақпен жүреді. Өрттен көрі намыссыздықты тезірек сөндіру керек. Ұятсыз киінген өтіріктің шекарасы жоқ. Тәкаппарларға ерік бер, ол олардың қайғысын қалайды. Өкініштісі ар ұждан барларды ғана азаптайды, жоқтар тыныш өмір сүреді. Тәкаппарлықты тек батылдық пен сенімділікпен ауыздықтауға болады. Қорқақтықтан үлкен менмендік шығады, оның жазаланбайтынына сенімді болсын. Тәкаппар адамға қарсы ең жақсы қорғаныс одан да арсыз болу. Біреу сені қорытпаса, ол жеуге үлгермегені. Адамдарға жоқ деп айтуды үйрену керек, әйтпесе адамдарда арсыздық қасиеттері бар. Үмітсіздік сәтінде бақыт намыссызды жақсы көреді. Арсыздық заңмен күресудің ең жақсы құралы. Намыссыздықсыз гауһар болмайды. Дөрекілік әдейі емес әрекет, бірақ мінездің қасиеті.